Оңтүстік Кореяда нағыз саяси хаос не болып жатқанын түсіндіріп берейін. Президент Юн Сок Йеол елде әскери жағдай жариялады. Бұл жағдай 44 жыл бұрын 1980 жылы болған еді. Ендігі күтпеген шешімі өз сөзі бойынша солтүстік кореялық күштерді жойып, конституциялық тәртіпті орнату үшін жасалған. Осы оқиғаның барлық фотосуреттері мен видеолары, документациясы әшкере телеграм арнасында сілтеме профильде жазылып қойыңыз. Президент оппозициялық күштерді парламентте солтүстік Кореяны жақтайды және үкіметке қарсы әрекетпен айналысады деп айыптаған. Мен бұл әскери жағдай арқылы ұлттық күйреуге бара жатқан Азат Корея Республикасын қорғаймын деп мәлімдеді ол. Осыдан кейін басталды. Әдетте парламент үйіне кіруге рұқсаты бар демократиялық партия депутаттары бұл ғимаратқа кіре алмай қалған. Оларға әскерилер қарсы болған. Бірақ депутаттар қоршаудан өрмелеп секіріп дауыс беруге тырысты. Ал көшелерде әскери техника пайда болды. Алайда 6 сағат өткенде президент қайта үндеу жасап, ұлттық жиналыс әскери жағдай күшін жоюды талап еткенін мәлімдеді. Бастамасы көп өтпей-ақ саяси фиаскоға айналған президент енді режимді алып тастауға мәжбүр болды. Енді оған қатысты қысым көбейді. Әскерилер бөлімдерге қайтты. Енді Юнға қысым жасалып, одан отставкаға кетуді талап етіп жатыр. Ал бас оппозициялық партия оған опасыздық жасады деп айып тақпақ. Президенттің өзінің билеуші халық билігі партиясы үкіметті отставкаға жіберуді және қорғаныс министрін қызметінен босатуды талап етпек. Қысқа фабуласы осындай. Маңызды мәліметтерді әшкере телеграм арнасынан оқи аласыз, сілтеме профильде.